Міне FNAF жайлы видео салам деп жүргеніме қанша болды ше. Ал уақыты келіпті. Білесіздер, қанша жыл болып кетті. Ойынның бірінші версиясы шыққанына 12 жыл ма, иә? Бәрінде бар сұрақ, ол неге аниматрониктер олай тірі адам сияқты жүреді, неге өлтіреді, қалай пайда болады өзі дегенім. Сол үшін бүгін FNAF-тың толық историясын айтып бергім келіп тұр. Тура бір қызық мультик па, кино ма көргендей болыңыздаршы. Сразу айтайын, FNAF-тың киносы бар, даже екеу. Мен ол киноны емес, именно ойында болып жатқан бүкіл секреттерді айтып шығамын, өйткені ойындығы қайда қызығырақ. Сәлем, мен Диана Кю, миларыңыздың жарылуына дайын бола беріңіздер, шынымен айтам. Где-то 1970 жылдары Уильям Афтон мен Генри атты жігіт екеуі қосылып Fazbear's Family Diner атты кафені ашады. Кафенің ең атақты нәрсесі ол билей алатын, қозғала алатын, өлең айтатын аниматрониктер еді. Ең алғашқы болып пайда болғаны ол қоян Spring Pony және аю Fredbear. Сол жылдары Америкада аниматрониктер өте атақты еді, бірақ именно осы қоян мен аю адамдарға басқаша, ерекше, қатты ұнайтын. Енді өте маңызды информация айтамын, жақсылап тыңдаңыздар, еске сақтаңыздар. Бұл аниматрониктер 2 в 1 болып жасалған. Өздері де робот болып қимылдап тұра береді, еще ішіне адам кіріп алса да болатын қылып жасалынған тұғын. Ішінде темірден жасалған қатты пружинасы бар. Соны ашса ғана болды, и вуаля, ішіне адам кіріп кете береді. Алайда соның ең ужас жері, ішінде адам бар кезде, егер адам қатты терлеп кетіп, үсті су болып кетсе, яғни ана аниматроникке су тисе болды, сразу пружинасы қысылып қалатын. Ол дегені ішіндегі адамға темір тығылып өледі деген сөз. Барлық FNAF-тың ужас историясы содан басталады, біліп жүріңіздер. Базында бәрі өте жақсы болды. Арадан 10 жылдай өткенде жаңағы 2 дос енді одан да көп ақша табайықта деп Fazbear Entertainment ашады. Басқа да көп аниматрониктерді жасайды. Мысалы Фокси, Чика и Бонни. Кстати, Бонни менің любимый аниматроникім. Сіздердікі ше. Аниматрониктерді жасайтын Генри ше жұмысқа беріліп кеткен сонша балаларына қарайтын уақыты қалмай қояды ғой. Сөйтіп марионетканы жасайды. Типа робот няня болып балаларға қарап тамақтарын беріп жүру үшін. Оның Шарлотта атты қызы да болған. Ал Уильямның болса үлкен бір ұлы мен кішкентай бір қызы мен ұлы болған. Ең маңызды балалардың бірі ол жылап жатқан бала. Оның аты кім екен ешкім білмейді. Бәрі оны плачущий ребенок дейді. Папасы жұмыс деп қолы тимей жүргенде жылайтын баланы ағасы қорқытып жылата береді ғой, үстінен күліп, басына Фоксидің басын киіп алып, алдынан шығып қорқыта берген. Барлығы оны ой аниматрониктен қорқатын трустың ха-ха деп мазақтап жүрген. Бір күні бәрі кафеге келгенде ағасы тағы да інісін жылатып, оны енді вообще қорқытам деп көтеріп апарып Фреддидің аузына тығып қояды. Жаңа айтқанымдай аниматроникке сәл су тисе болды, темірі қысылып қалады. Дәл солай баланың көзінен аққан жас темірге тиіп, басын мыжып жібере салады ғой. Міне бүкіл FNAF-тың ужасы осыдан кейін басталады. Баласы больницада, ал әкесі оған жылап жүр. Генри, сен аниматроникті солай жасағанда менің балама ештеңе болмайтын еді деп, оның үйіне барып, оның қызы Шарлоттаны өлтіріп кетеді. Ал оның үйінде няня робот бар еді ғой. Жаңа айтқанымдай, ол сыртқа шығып алып қызды іздейді ғой, бірақ жаңбырдың кесірінен бұзылып бастайды. Сөйтіп мына жақта өлі жатқан Шарлоттаға әрең барып үлгереді да өшеді. Солай қыздың аруағы дәл сол няня роботтың ішіне кіріп кетеді. Солай бірінші болып аруақ аниматроник пайда болады. Ең бірінші болған тірілген аниматроник ол дәл осы марионетка Шарлотта болған. Соған қарамай 2 дос дальше жұмысын жасай береді. Пиццерия қалада өте атақты болады. Алайда Уильямға балаларды өлтірген қатты ұнап қалады ғой. Енді қалай тағы да білдіртпей, бірақ көбірек өлтірсем болады деп, еще аниматрониктің ішіне тықсам болады деп, сол үшін арнайы бөлек циркус Бэйбиді ашады. Оған вообще басқа аниматрониктерді жасап шығарады. Алайда солардың ішінде ең главные осы циркус Бэйби еді. Именно балаларды алдап өлтіру үшін жасалынған. Бір күні Уильям сол жерге қызымен бірге келеді. Қызына Бэйбиге жақындама, жолама деп айтады. Алайда увы, қызы именно сол Бэйбидің қасына барып
Иә, өзінің қызын өзі өлтіріп алады да, қызының аруағы сол бейбидің ішінде қалып қояды. Сөйтіп папасы баламнан да, қызымнан да айырылдым деп ашқан жерін жауып тастайды да, аниматрониктердің бәрін ескі жерге жинап қоя салады. Ана Уильям уже жынды болып қалады ғой. Фредди пиццерияға барып, қоян болып киініп алып, 5 баланы алдап, өзімен алып кетіп, аниматрониктердің ішінде өлтіріп тастайды да, сол балалардың аруақтары ішінде қалып қояды. Балалар жоғалған соң пиццерия жабылады, полиция бәрі қосылып оларды іздейді. Алайда ешкім аниматрониктің ішіне кіріп қарамайды ғой. Ақыры пиццерия жабылады. Бір күні Уильям жалғыз тірі қалған үлкен баласына циркус бейбиге баршы дейді. Барып аниматрониктерді жөндеп бірдеңе қылып жүргенде, бейбидің ішінде қарындасы бар екенін біліп, бүкіл балаларды өлтірген папасы екенін түсінеді. Бейби оны осы жерге алдап кіргізіп, кейін шығып кетесің, уайымдама дейді да. Қасына мына аниматроник келіп, в общем, жігітті өлтіреді де, енді наоборот, аниматроник жігіттің денесінің ішіне кіріп алады да, сыртта біраз жүріп, әбден дене шіріп кеткен соң, ішінен шығып кетеді. Но сонда да анау жігіт тіріліп кетсе бола ма? Енді оның главный ойлағаны папасын тауып, сонша балаларды өлтіргені үшін кек алу болады. Енді 1987 жылы тағы да басқа пиццерия ашылады да, анау аюң бар ма, чикоң бар ма, бәрінің новый версияларын қояды. Біраз уақыттан соң ескілерін де әкеп тастайды. Меніңше жұмысқа ешкім таппады ма, Уильямның өзі түнде охранник болып жұмысқа тұрады. Сөйтіп күнде түнде оны аниматрониктер қорқытып, кошмарить етіп бастайды. Кейін ол шығып кетеді да, оның орнына басқа жігіт тұрады. Ол FNAF-тың екіншісі уже. Ол жігітке де түнде барлық аниматрониктер атака жасап бастайды. Қоянның костюмын Уильям ұрлап кетеді. Ақыры тағы да біраз балалар өлген соң, бұл пиццерияда жабылып қалады. Бірақ сонда да қоймай тағы да басқасын ашады. Оған алғашқы ескі аниматрониктерді әкеп қояды. Басында бәрі норм болып тұрған, алайда келетін адамдар аз еді. Ақыр соңында аниматрониктердің сасып кеткен, ужас қой деп адамдар жалоба жасай берген соң, бұл пиццерияда жабылып қалады. Сөйтіп ішінде күнде келіп жүретін тек қана охранник қана қалады, и все. Тірі зомби болған Майк әлі жүр, папасын таба алмай. Ол да охранник болып тұрып алады да, алайда оны 7 күннен соң жұмыстан шығарып жібереді, сасып кеткенсің деп. Уильям аниматрониктерді ашып, жинап, бұзып, жөндеп жүргенде, ішіндегі аруақ балалар шығып, оны қорқыта бастайды да, Уильям сары қоянның ішіне кіріп алады. Алайда пружиналары оны қысып қалып, Уильям аниматрониктің ішінде қан болып қалып қояды. Дәл солай ең басты злодейіміз Springtrap пайда болады. Енді арадан біраз жылдар өткен соң Fazbear хоррор бірдеңе ашылады. Ол, в общем, пиццерия емес, адамдарды қорқытатын аттракцион ба, сондай ғой. Охранник болып сразу зомби болып жүрген Майк жұмысқа кіріп алады. Бұл жерде сөйтсе ескі қоян табылған екен. Ал ол қоянның ішінде әрине Уильям бар. Springtrap еді. Бірнеше күн бойы түнде Майкқа атака жасап жүреді. Папамды өлтірем деп Майк барлық жақта жағып жібереді. Бірақ соған қарамай анауың тірі қалады ғой. Енді ол Springtrap емес, Scraptrapқа айналады. Тағы да арадан біраз уақыт өткен соң Генри пиццерия ашады. Оның басты мақсаты бүкіл аниматрониктерді соның ішіне шақырып жағып жіберу еді. И шынымен де соны орындайды. Иә, бүкілін жағып өлтіріп тастайды. И бұл соңы емес екенін өздеріңіз біліп тұрсыздар. Одан кейін мына FNAF ашылады, басқалары да бар, білесіздер. Security Breach дейме, әйтеуір көп. Негізі бұл ойынды ойлап тапқан еркек, аты есіме шығып кетті, если что комментарийде жазып жіберіңіздер. FNAF-тың бұлай атақты болып кететін ол білген жоқ. Бұлай прям бүкіл әлемге FNAF деп кететімізді ол білген жоқ. Сол үшін ол ешқандай да история ойлап таппаған еді. Енді FNAF бүкіл әлемге атақты болып кеткеннен кейін, ему пришлось әртүрлі историяларды ойлап табуға да. И басты оқиға осы. Аниматрониктер қалай пайда болды, қалай ол балаларды өлтірді, қалай ол вообще-то тіріліп кетті, қалай олар злодей болып кетті. Барлық историясы осы, бастамасы осылай басталған. Соны сіздерге айтып көрсетейін дедім. Ары қарай дальше жалғасып кете береді. Білесіздер, жылдан жылға FNAF-тың новый түрлері шығып жатыр. Мысалы, былтыр ғана шықты да, жақында ғана шықты, Mimic дегені. В общем, осылай, бұл именно ойынның версиясы. Ойыншы прям не болып кеткен ғой. Зерттесең кете береді, сондай болып кеткен. Одан бөлек білесіздер, FNAF-тың 2 киносы бар, FNAF 1 және FNAF 2.
егер қаласаңыздар, енді киноға обзор жасайын, киноны айтып берейін сіздерге. Может, киноны көрсеңіздер вообще жақсы түсінетін шығарсыздар. Егер киноны салғанымды қаласаңыздар, онда комментарийде жазыңыздар. Көбірек жазсаңыздар, онда мен түсінемін сіздерге қызық болғанын, солай FNAF-тың киносын салатын боламын. Ну что, видеоға лайк басайық, комментарий жазайық және каналға тіркелейік. Ал сіздермен болған Диана Q, келесі қызықты роликтерде кездескенше.